тамандыкы коңгур. 3 ғасыр жойылып кеткен, ата бабанын тилин сагынып, далада жүргөндө кулагында жаңырып, ата бабанын тилин үйрөнөм деп канча аракет жасаган. 3 ғасыр жойылып кеткен. Қазақстанның ішінде туып өскен, қазақтың арасында жүрген, мәңгүр болып кеткен қазақтарға мен таң қаламын. Себебі олар қалай? Мен Қазақстанға бардым, 5 айда судай сөйлеп кеттім. Судай. 25 жасында. Оған дейін 25 жасқа дейін мен қазақ тілін естіген емеспін, сөйлеген емеспін. Сол бардым да 5 айдың ішінде таза жақсы меңгере алмаса, ол не деген сұмдық. Мен оған ешкім күйеді. Мен мүшайра болып, солдай бір ән шығардым, сол жаңағы орысша сөйлейтін қазақтарды сынап. Мен шетелден келсем де, меңгердім қазақ тілін 5 аяғы 3 айда. Айтарымның қысқасы, өз тіліңді білмесең, орысшадан не пайда? Намыс жоқ па жастарың, жоғалтың ба ол қайда? Бәрекелді, рахмет сізге.